қазағымыздың қаны, сенен таза мықты қыздарың бәрі көрініп тұр, батыл. Сен бойынан көрдім, өте биіктерден көтерілетін қызсың. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Той қалай өтті? Сол жайында айтсаңыз. Айтар сөз жетпейді, сөздің шегі жоқ. Той деген қарапайымдықтан басталады ғой адамның. Өзіне тартымды ажардың өнері әсіресе мына тойды көтеріп кетті. Дауысы, соның ішінде қарапайым түрде ешқандай нагрузка салмай, халықтың да көзі ашық қой қазір. Қазақтың қызы өзінің өнерін көрсете білді, бойындағы қасиетін бәрін біздер кәдімгі сүйсіне тыңдадық. Және организатор способності өте күшті. Бәрін тек қана тойда қонақтар ретінде емес, как туыс ретінде, ағайын ретінде өзіне баудай білді. Бұл деген екінің бірінің қолдан келмейтін ғажап адамгершілікпенен тәрбиені көрсетеді. Жылды ілтипатпен керемет риза болдық. Рахмет саған Ажар. Тойың көп болсын, керемет, мына дауысың деген бар ғой, өне бойың бәрі вибрация кетті. Бұл деген Абайдың сөзі бар ғой. Құлақтан кіріп бойдалар, әсіме мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп. Тура осылай айтуға болады. Сенің әндеріңнен кейін кәдімгі халық тағайтшы деп сүйсіне тыңдады. Былайша айтқанда, ем тапқандай болды. Жүректеріне бір өздеріне керектін тапқандай болды. Бақытты бол, Ажар. Өнерің үстем болсын. Тәте, енді өзіңіздің қолыңыздағы осындай сақинаны шешіп бердіңіз. Алғысым шексіз. Бұл бірінші рет негізі. Не үшін шешіп бердіңіз? Себебі мен қазір бәрі энергия ғой. Әрбір сөз, әрбір буква энергия. Сол өзімнің энергиямдай сәйкес келген, мен сенен ештеңе, сен қандай менің қонақтарыма өзің жылы лебізің шаштың, жүрегінің ақтығын, пактығын көріп, мен сені де риза қалып энергияға отдача бергім келді. Сондықтан менің де саған ризашылығымды қабыл ал, және сенде де ұрпағың өссін, бақытты бол, биіктерден көріне бер. Мына қазағымыздың қаны, сенен таза мықты қыздарың бәрі көрініп тұр, батыл. Сен бойынан көрдім, өте биіктерден көтерілетін қызсың. Сол үшін аталарымыздың рухы қолдасын деп, қазағымыздың этно күмісін, таза күмісін подарит еттім өз қолыммен. Рахмет сізге.